Баршаңызға ассалаумалейкум. Сіздермен бірге Әйгерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын ашытқылы қамырдан жасалған алмалы пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші жылып тұрған сүтімізге тұз қосамыз, қант қосамыз және де ашытқымызды қосамыз. Жақсылап тұрып, барлық қоспамызды араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып шамамен 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сонда біздің ашытқымыз көтерілуі керек. Міне дәл осы видеодағыдай көтерілуі керек. Одан кейін осы сұйықтығымызды үлкенірек ыдысқа құйып аламыз. Енді біз ерітіп тұрған сары май құямыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап тұрып қасықпен араластырып аламыз. Келесі кезекте біз алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды аз-аз бөлшектен сала отырып, осылайынан қасықпен араластырамыз. Міндетті түрде ұнды аз-аздан салыңыздар, сол кезде қамырларыңыз жұмсақ болады. Одан кейін қамырымызды елеп аламыз. Міне осындай жұп-жұмсақ қамыр болуы керек. Бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз. Оған дейін үстіне себетін ұнтағын дайындаймыз. Ұнымыздың үстіне сары май қосамыз. Ұн мен сары майды осылайынан бірігіп ұнтақталғанға дейін қолымызбен ұнтақтап аламыз. Міне біздің ұнтақ дайын. Енді аздаған бөлігін жеке алып қоямыз. Біз ол бөлігіне қант қоспаймыз. Көбірек қалған бөлігіне 2 ас қасық қант қосып, осылай міне араластырып аламыз. Бізде қант қосылған бөлігін осы пирогтың ішіне қолдануымыз саламыз, ал қант қоспаған бөлігін үстіне қосамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған табамызға майымызды саламыз. Ұсақтап тұрған алма және де 1 ас қасық қантымызды саламыз. Шамамен біз 1-2 минуттай ғана отта ұстаймыз. Осылайынан бізде араласуы керек. Міне біздің қамырымызда көтеріліп дайын болған. Қараңыздар қандай жұп-жұмсақ болып тұр. Енді осы қазір қамырымызды біз осылайынан ұзынша қылдырып жайып аламыз. Одан кейін ортасынан пышақпен теңге бөлеміз. Әр бөлігін 4 бөліктен бөліп аламыз. Сонда бізде барлығы 8 бөлік шығуы керек. Енді осы барлық 8 бөлікті осылайынан дөңгелектеу қылдырып форма жасап аламыз. Енді осы әр формамызды оқылауымыздың көмегімен жайып аламыз, оқталап аламыз. Жұқалығы міне осындай болуы керек. Енді біз ең бірінші бір жақ шетіне ғана осы дайындалған ұнтағымызды, яғни присыпкамызды сеуіп аламыз осылайынан. Одан кейін бетін жабамыз. Енді біз екі жақ шеткі бөлігіне осылайынан міне салмамызды саламыз, яғни алмадан дайындалған салмамызды салып аламыз. Осы видеодағыдай міне бір жақ бөлігін осылайынан жабамыз. Кішкене қолмен басып жібереміз. Өте қатты басып керек емес, сәл басып шықсаңыздар жеткілікті. Екінші жақ бөлігін тура солайынан жауып басып аламыз. Міне дайын болды. Қараңыздар, ортасында сонда бізде присыпка, яғни ұнтағымыз және де алмалы салмамыз бар. Енді біз формамызға май жағып аламыз, осылайынан формамызға орналастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 22 см. 22 см формаға жасаңыздар болады. Тура осы әдіс бойынша 7 бөлігімізді осылай жасап шығамыз. Ең бірінші жартқы жақ бөлігіне ұнтағымызды себеміз, яғни присыпка. Одан кейін бетін жауып, алмамызды сеуіп, тура міне осындай форма жасап шығамыз. Енді оны да қазір біз формамызға орналастыратын боламыз. Барлығын бір-бірінің жанына тізіп орналастырамыз. Міне мен барлық бөлікті орналастырып шықтым. Мына жерде 7 бөлік, және де ең соңғы 8-ші бөлікті осылайынан міне ортасына дөңгелек шартарздес қылдырып саламыз. Және де шеткі жақ бөліктерін міне осылайынан басып шығамыз. Енді сіз қалауларыңызша шамамен бетін жауып 5-10 минут ұстасаңыздар да болады, немесе ұстамай жұмыртқаның міне сарысын жағып, үстіне одан кейін қант қосылмаған ұнтағымызды, яғни присыпкамызды сеуіп шығамыз. Осылай мен толықтай сеуіп шықтым. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минуттай пісіріп алдым. Бізде пирогымыз, яғни осы булочкаларымыз сарғайғанға дейін пісіресіздер. Қараңыздар, қандай жұмсақ болып шыққанын сіздерге жұмсақтығын көрсетейін. Алғанда да өте оңай, қолмен үзіп алсаңыздар да болады. Қараңыздар, жұп-жұмсақ болып шығады. Қараңыздар, осылай қолмен үзіп көрсетейін сіздерге. Өте нәзік, жұмсақ және де дәмді болып шығады. Егер сіздерге видео ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де комментарияға тағы қандай рецепт көргілеріңіз келеді жазып кетсеңіздер болады.